Қайырлы күн, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін мен Datworks Sheet.com деген сайтпен таныстырайын. Бұл сайт мынау математика пәні мұғалімдеріне, сонымен қатар бастауыш сынып мұғалімдеріне өте қызықты болады деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде математика сабағынан арналған кестелер, сонымен қатар тапсырмалар барлығы бар осы жерде. Одан кейін мына жерде калькулятор да бар. Осының барлығын пайдалана аласыздар. Мына сайт тегін, жүктеп алсаңыз да болады, шығаруға да болады бұл жерде. Енді мына жоғары жағына, сайттың жоғары жағына баратын болсаңыздар, мына жерде мысалға рабочий листы деп тұр, иә. Осыны бассаңыздар, жұмыс парағы шығады мына жерде. Мінекей. Мынаның барлығын шығарып алсаңыздар болады. Енді мына жерде қарасаңыздар, сол жағында көрініп тұр, иә, яғни контенттердің барлығы мына жерде тұр. Рабочий, жаңағы жұмыс парақшалары дайын тұрған, бөлшектерге арналған тапсырмалар, мәтін, текст тапсырмалары. Одан кейін мына жерде толып жатқан геометрияға да бар қатысты мына жерде. Бұл сайттың сілтемесін қазір мен видеоның астына тастаймын. Сіздер сол жерден кіріп, танысып, көріңіздер, пайдаланып. Мынау енді мұғалімдерге де, репетитормен айналысатын мұғалімдерге де тамаша. Үйде баласын қадағалайтын мұғалімдер болса, соларға да өте бір қажетті сайт. Мына жерде калькулятор дегенді қарадыңыздар ма? Қараңызшы, мына калькулятор дробейді басатын болсақ, міне бөлшектермен есеп шығарамыз ғой, сол кезде өте тамаша. 3-тен 1-ге қосып тұр, 8-ден 1-ді. Мына жерде ортақ бөлім берген, сол кезде 24-тен 11 шығады деп тұр. Тура мына жерге міне мысалға 1/3-тен 1 қосылған 2/8-ден 1 дейтін болсақ, мына жерде осылай есептеп береді. Өте жақсы, тамаша. Сондықтан осы мына сайтты қазір сілтемесін тастаймын. Толық танысып қараңыздар. Өте көп нәрселер бар мына жерде. Рабочий лист по математике көрейікші. Мінекей түрлі түсті, әртүрлі форматта бар. Мына жерге ат жөнін жазады оқушы. Мынаны өзіңіз шығарып аласыз. Мінекей мына жерде барлығын жауабын жазады балалар. Мінекей ақпарат сіздерге пайдалы болсын. Сіздермен бірге Мәдина Қоңырбекқызы. Қазір видеоның соңында мен тастап кетемін сілтемесін.